мына қараңыздаршы, мына алып Сібір мемлекеті солтүстіктегі ең мықты мемлекеттердің бірі. Мәскеудің өте мықты қарсыласы болған Сібір мемлекеті қазір жер бетінен жойылып кетеді. 1494 бұл. 1504, 1514, 1524, 1534, 1544, 1554. Қазан жоқ болып кетті. Кішкентай ғана Қазанның аймағы қалды. 1564, 1574, 1584. Қараңыздар, Сібір жоқ. Мәскеу үшін Тынық мұхитына жол ашылды. Сібірдің тайпаларын бағындыра отырып, орыстар араға жүздеген жылдар салып, Тынық мұхитына келіп жетеді. Қазір бірден алға 100 жыл жылыстам. 1584 қой, енді 1684-ке қоям. Қараңыздар, Ресейдің арада 100 жыл уақыт өткенде Тынық мұхитына келді. Мына жағында Америка. Қазақтардың да жағдайы мәз емес. Жайықты келіп алған демекші, жайықтың маңына бекіністерді салып, солтүстіктен және батыстан қыса түсті қазақтарды.